Балалар, бүгін біз сендермен қазақтың әшекей бұйымдарымен танысамыз. Қараңдаршы мінекей, әдемі білезік мынау. Біз әжелер сендерге қазақтың әшекей бұйымдары туралы әңгіме айтуға келдік. Балалар, қараңдаршы, әшекейлерде оюлар бар, қазақтың әдемі. Оюларымен істелген, күмістен істелген, көрдіңдер ма? Ал сендерге осы әшекей бұйымдар ұнай ма? Ұнай ма? Айтағын, ұнай ма? Ұнайды. Ал Томирис саған да ұнай ма? Айтағын. Аха, ұнайды. Мынау не? Бұл білезік. Қане айтыңдар. Қаттырақ айтамыз. Білезік. Дұрыс айтасың. Сен не ұстап отырсың қолыңа? Мынау не? Тамаша, қаттырақ айтыңдар. Білезік. Ал мынаны біз қайда тағамыз? Құлағымызға тағамыз. Бұл не? Тамаша, сырға. Дұрыс айтасың. А мынау не, балалар? Жүзік екен, көрдіңдер ма? А мына балалар шаштеңге, шашқа тағады, шашты орап, мына екі жаққа шаштеңге тағады. А мынау алқа, мойынға тағылады, көрдіңдер ма бұлай? Мойынға тағатын алқа. Мынаны да мінекей балалар мойынға тағылады. А мынау шашқа тағылады. Мінекей қандай әдемі әшекей бұйымдар. Бұл қазақтың әдемі бұйымдары.